Добрый день, уважаемые слушатели сегодняшнего вебинара. Сегодняшний вебинар мы начинаем по направлению мясное скотоводство. Тема «Технология кормления крупного рогатого скота мясных пород». Спикер сегодняшнего мероприятия Нугманова Аружан Евкимовна. Пожалуйста, Аружан Евкимовна, можете начинать. Құрметті бүгінгі вебинарға қатысушылар, бүгінгі біздің вебинардың тақырыбы бұл жаңағы етті бағыттағы ірі қара малын азықтандыру технологиясына байланысты. Жалпы ет ірі қара шаруашылығы ол деген басқа салалармен салыстырғанда мал затратны, яғни шығынды көп жоймайтын жаңағы шаруашылықтардың түрі болып табылады. Жалпы ет ірі қара шаруашылығында бұл әрбір ірі қара малынан экономикалық тиімділік жағынан бір төлден алып отыру қажет. Сол себепті біз ірі қара малын қоректік заттармен толығымен қамтамасыз етуіміз керек. Бүгінгі вебинардың жалпы мақсаты бұл ет ірі қара шаруашылығын азықтандыру бойынша білімді барынша тарату және өндіріс жағдайында нормаланған рацион құруды меңгеру. Яғни нормаға сәйкес балансталған, нормаланған рациондарды құру. Жалпы бүгінгі вебинарымызға қойылған негізгі міндеттердің бірі, ол бірінші облысымыздағы ет ірі қара шаруашылығын айналысатын шаруашылықтардың жалпы азықтандыру жағдайын қарау, азықтардың қоректілігі туралы түсінік алу, рацион құру әдістемесімен танысу, және зерттеу нәтижелеріне сәйкес ол жаңағы біздің ғалымдардың жүргізген зерттеулеріне сүйеніп, ет ірі қара шаруашылығында белгілі бір жасақталған рационды ұсыну. Сосын жаңағы құрылған рациондарды шаруашылық жағдайында тәжірибеден өткізу, яғни баланстық тәжірибе жасау. Енді бірінші сұрақ бойынша Батыс Қазақстан облысы бойынша ірі қара малына берілетін азықтардың қоректілігінің сараптамасы бірнеше зертханаларда жасайды. Олардың бірі Жабылхан атындағы өзіміздің университетіміздің зоотехнический анализ кормов деген мекеме бар, сонда жасайды. Сосын агрохим лабораторияда азықтардың химиялық құрамы анықталынады. Енді презентацияға сәйкес Батыс Қазақстан облысы 12 ауданға белгіленген. Ол дегеніміз Ақжайық, Бөкей-Орда, Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек, Зеленов, Казталов, Сарытөбе, Сырым, Тасқала, Теректі және Шыңғырлау аудандарына бөлінген. Осы аудандардың әр қайсысында ірі қара шаруашылығымен айналысатын жаңағы біздің шаруа қожалықтарымыз бар. Енді біздер осы зерттеу нәтижелеріне агрохим лабораторияның мәліметтерін алып отырмыз. Кесте мәліметтері бойынша, мысалға Зеленов, сосын Бөкей-Орда, Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек ауданы, жалпы бүкіл осы 12 ауданның азықтарының химиялық құрамы үлгілері алынып, сараптама жасалып, солардың химиялық анализ жасалынды. Енді кесте мәліметтерінен дұрыстап қарасақ, Зеленов ауданындағы жаңағы далалық пішеннің химиялық құрамының қоректілігі төмен болып отыр. Сол үшін біз оны жаңағы класс-классқа жеке-жеке жіктеліп, біз оны классыз деп есептей аламыз. Дәл сондай жағдай Бөкей-Орда, жалпы бүкіл біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша пішеннің ең көп қолданылатын азықтарының бірі ол бізде пішен деп зерттелінеді. Олардың қоректілігі жағынан сапасы төмен екендігін біз айқын осы кесте мәліметтері бойынша көре аламыз. Енді Зеленов, Казталов, Сарытөбе, Сырым аудандарында олардың да жаңағы пішендері орта үлгілері алынып, олардың химиялық құрамдарына анықталынды.
Сонымен қатар Тасқала, Теректі, Шыңғырлау аудандарында да дәл осындай жағдай болып отыр. Мына Теректі ауданында 2-ші классқа жатқызылғанын біз айқын көре аламыз. Бұл дегеніміз не? Бұл кесте мәліметтерін қорытындылайтын болсақ, бұл біздің облысымыздағы жаңағы пішеннің сапасының төмен екендігі, қоректілігі жеткіліксіз екендігінің класс бойынша ол төмен класстарға жатқызатындығын айқын байқауға болады. Так, енді Батыс Қазақстан облысында енді жаңа қоректілігі бойынша біз түсінік алдық та, кестеге сәйкес барлық региондарда да жаңағы қоректілігі төмен. Енді біздің облысымызда қандай рацион түрлері қалыптасқан, соған жеке-жеке тоқтап кететін болсақ. Жалпы рацион дегеніміз бұл жаңағы малға тәулігіне берілетін азықтардың структурасына сәйкес құрылған азықтар деп айтуға болады. Мысалға, көп шаруашылықтарда кестеге көріп отырғандай бірінші рацион түрі беріледі негізінен. Ол дегеніміз далалық пішен, сосын бидайық пішен, жирниковое сено и степное сено. Кестеде екінші бөлігінде түрлі салмағына сай сиырлардың азықтандыру нормасы көрсетілген. Енді мысалға 400 килограммдық сиырдың орташа тәуліктік рационында 7-9 азық өлшемі болу керек болса, міне 7-9, ал біздің дәстүрлі қалыптасқан рационда 5-64 азық өлшемі екенін біз көріп отырмыз. Қазір чуть-чуть попозже норма дегеніміз не, рацион дегеніміз не, нақты толық ақпарат береміз. Әзірге мына рациондармен танысу ретінде. Сонда бізде сиырлардың тәуліктік рациондары олардың мұқтаждығын толық қамтамасыз етпейтіндігін көріп отырмыз. Яғни 6-96, 5-64 азық өлшемі тәулігіне. Хотя болу керек 7-9, 8-35, 8-8 азық өлшемі. Яғни біз бұл сиырларды қоректік заттармен толық қамтамасыз етпейміз біріншіден. Екіншіден, олар өздерінің потенциалын, жаңағы төлдер, сиырлар болсын, толық көрсетуге өздерінің мүмкіндіктері жетіспейді. Енді азық өлшемінен басқа, мына кестеде көрсетілген көрсеткіштердің барлығы бойынша да біз өте төмен деңгейде екенін байқай аламыз. Бір азық өлшемінен шаққандағы протеин біздерде осы маңызды бір көрсеткіштердің бірі болып табылады. Ол негізінде болу керек бізде 100, 110, 115 шамасында, дегенмен біздің жағдайда ол 50 және 47 болып отыр. Бұл өте төменгі нәтижелердің бірі болып есептеледі. Так, енді бұл бізде бірінші рацион. Бірінші рацион тек қана пішенмен азықтандыру. Екінші рацион бізде пішенге қосымша арпа береді. Кейбір шаруашылықтарда ол арпа болсын, кебек болсын, қоректілігі пішенмен салыстырғанда әлдеқайда жоғары деп есептеледі. Мысалға, 9 килограмм пішен, арпаны 4 килограмм деп есептегенде, сиырлардың қоректілігі жағынан нормаға кішкене жақындағанын байқай аламыз. Дегенмен қанттың деңгейі өте төмен екенін байқай аламыз. Бір азық өлшемінен шаққандағы протеин мөлшері өте төмен деңгейде. Сол 110, 100, 115 болса, әлі де арпаны қосқанның өзінде бізде 67 грамм ғана болып отыр. Бір азық өлшеміне шаққандағы протеин. Так, енді азық құрамында қоректік заттардың маңыздылығы. Так, осы жерден мен сөзді Бибинұрға бергім келіп отыр. Бибинұр осы жерден азықтардың химиялық құрамы туралы толығырақ ақпаратты басқаша беріп, қалғандарын. Так, 11 слайдта açık uçurum. Көрінемі Бибинұр? Бибинұр сөйлесіне. Мүмкін вебинарға қатысушылар, біздер бастайтын болсақ, жалпы азық құрамында өте жұғымды малдың жануардың денсаулығына зиянсыз азықтар болып келеді. Азықтың өзі бізде 4 үлкен топқа бөлінеді. Өсімдік тектес, жануар тектес, минералды азықтар, витаминдер және қоспалар болып. Соның ішінен өсімдік тектес азықтарға тоқталатын болса, өсімдік тектес азықтардың өзі үлкен 3 топқа бөлінеді. Ірі азықтар, шырынды азықтар, құнарлы азықтар. Ірі азықтар жаңағыдай клетчаткасы 19%-дан жоғары болу керек. Болған бізде пішен, сабан,
нан, топан сияқты азықтарды жатқыза аламыз. Және де олар қорытылу жағынан өте қиын болып келеді шырынды азықтарға қарағанда. Ал шырынды азықтар ылғалдылығы 40%-дан жоғары болу керек. Оларға сүрлем, көкбауса, тамыр-түнекті азықтарды жатқызсақ, құнарлы азықтар, олар дәнді азықтар, күнжара, шрот, жарма және ұн қалдықтары секілді азықтарды айтамыз. Одан кейін бізде азықтардың химиялық құрамы. Жалпы азықтардың химиялық құрамы екі үлкен топтан тұрады: су және құрғақ зат. Судың өзі бастапқы ылғалдылық және гидроскоптық ылғалдылық деп екі топқа бөлінеді. Құрғақ заттың ішіне сол барлық бізде жаңа органикалық, биорганикалық заттар, азотты, азотсыз заттар, шикі күл сияқты өзінің химиялық құнарлықтары болады. Жаңағы химиялық құнарлықтың әрқайсысына тоқталатын болса, жалпы мал ағзасында осылардың барлығы болу керек. Азықтың құрамында осылар болған кезде малдың жаңағы өнімі, соғұрлым жақсы болады, өнім беруі. Ақуызға тоқталатын болса, осы жерден мал азығындағы қоректік заттардың ең басты көзі болып табылады ақуыз. Ақуыз малдың тіршілігіне, жас малдың өсуіне, ірі қара малдың етінің жақсы болуына, өнімді жақсы беруіне әсер етеді. Осы ақуыздың біз жетімсіздігін басқа азықтармен айырбастай ала алмаймыз. Ақуыз көбіне жаңағыдай көптеген азықтардың құрамында кездеседі деп айтсақ болады. Ал малға азық бергенде ақуыздың организмге сіңірілген мөлшері ғана қорытылған протеин мөлшерімен есептеуге болады. Осы жерден біз, яғни протеин мал ағзасына протеиннің тигізер әсері де 10 дегенді білдіреміз. Мысалға, суды алатын болсақ, қарапайым көкшөптерде құрғақ затына қарағанда су 70-90% көп болады. Бұл дегеніміз азық құрамында су неғұрлым көп болса, соғұрлым оның қоректік құнарлығы кем дегенді білдіреді. Осыдан кейін біздер көмірсуларға тоқталатын болсақ, көмірсулардың өзі бір қантты және екі қантты болып бөлінеді. Осы бір қантты, екі қантты, көп қантты көмірсулардың ішіндегі мал организмінде жақсы қорытылатыны крахмал болып табылады. Ал крахмалдан басқа көмірсулар қорытылу жағынан әлсіз болып келеді, яғни қиын қорытылатын, химиялық құрамы қиын қорытылатын болып келеді. Азотсыз экстративті заттар, осы крахмал жаңағы айтып кеткен қанттардың бары азотсыз экстративті заттарға жатады. Және де азотты заттардан көмірсулар бөлінген, одан шикі клетчатка бөлінген болатын. Шикі клетчатканың өзі 3 топқа бөлінеді. Қатайтқыш заттарынан лигнин, путин, суберин секілді бөлініп шығады. Одан кейін бізде жалпы алғанда азықтардың қоректілігін анықтаудың бірнеше түрі бар. Сол қоректілігін анықтаудың бірнеше түріне тоқтала кететін болсақ, ең алдымен жаңағы жоғарыда айтып кеткендей химиялық құрамына байланысты анықтаймыз. Екінші түрі сұлулық азық өлшемімен бағалау, үшінші түрі қорытылған қоректік заттар бойынша бағалау, төртінші түрі алмасу энергиясы және де протеиндік, минералдық, витаминдік қоректілігімен бағалау деген түрлері бар. Ең біріншіден айтып кеттім, химиялық құрамы бойынша бағалау. Бұл бізде малдың жаңа азығындағы оның құрамы, яғни составы қандай, соған аса мән беруіміз керек. Ал екінші сұлулық әдіс. Бұл негізінде қазіргі кезде сұлулық әдіс көп қолданылмайды. Бұл кеңестік одақтың кезінде көп қолданылған, яғни тәжірибе жүзінде қазір біз оны көп қолданбаймыз. Жалпы сұлулық азық өлшемімен бағалау, кеңес азығын өлшемімен бағалау үшін май байлаушылық әдісін салыстыру арқылы анықталады. Бұл Кельнердің әдісі болып табылады. Одан кейінгі бізде қорытылған қоректік заттармен бағалау, баланстық тәжірибе құру арқылы алмасу энергиясының әдейіленген коэффициентін көбейту арқылы тезекпен бөлінген бөлу арқылы есептелінеді. Яғни қорыту коэффициентін
солай есептейміз. Одан кейін бізде алмасу энергиясы арқылы қоректілігін бағалау. Жалпы азықтың шығымдылық әсерін толығымен қамтитын көрсеткіш бұл бізде алмасу энергиясы, яғни алмасу қуаты болып табылады. Өйткені ас қорыту барысындағы барлық энергия шығындарын алып тастап, тек физиологиялық пайдалы өзгерістерге жұмсалатын энергия мөлшеріне негізделген. Алмасу энергиясы тіршілікті қамтамасыз етуге, алмасу және өнім өңдеуге жұмсалады. Алмасу энергиясын есептегенде біз азықпен қабылданған минус қимен бөлінген деп есептей аламыз. Одан кейінгі түрі бізде протеиндік қоректілікті бағалау. Бұл жалпы ас қорыту барысында азық құрамында протеин неғұрлым толық деңгейде организмге жақсы сіңімді болса, соғұрлым оның сапасы да жақсарып, соғұрлым толық бағалана түседі. Одан кейінгі түрі минералдық қоректілік. Яғни аты айтып тұрғандай, биологиялық тұрғыдан тіршілікке қажетті, яғни биогенді минералдық элементтердің мөлшері бойынша бағалай аламыз. Жалпы келесі кезекте азықтандыру нормасына тоқталатын болсақ, азықтандыру нормасын сиырдың физиологиялық жағдайына қарап отырып, әртүрлі ол сиырдың жасына, жынысына, қандай өнім береді, соған байланысты біз рацион құра аламыз. Жалпы азықтандырудың толық құндылығы жануарлардың қажеттілігіне сәйкес рацион құрумен шектеліп қана қоймайды. Сонымен қатар мысалға әртүрлі ірі азықтар, шырынды азықтар, құнарлы азықтар дедік, соларды баланс жасап отыру арқылы біз дұрыс рацион құру керекпіз. Түрлі салмағы қанша, соған байланысты азық өлшемі қандай болу керек, алмасу энергиясы, протеин қандай болу керек, соларды біз балансировать етіп құру керекпіз. Азықтандыру нормасы рацион арқылы бізде тәжірибеде көп қолданамыз. Мысалы, нақтыланған нормамен жануарларды азықтандыру, бұл деген сол азықтандырып отқан жануарымыздан дұрыс өнім алуға апарады. Бұл жерде көріп отырғандарыңызда, мұнда бізде көрсеткіштер көрсетілген: азық өлшемі, алмасу энергиясы, құрғақ зат, протеин, шикімай, клетчатка, азотсыз экстративті заттар және қант. Біз мына жерде 5 түрлі азықты алдық: пішен, арпа, сүрлем, сабан, пішендеме. Бұл кезде пішеннің өзінің нақты, бұл тұрақты азық өлшемі 0,43-тен аспау керек. Арпа 1,18-ден, сүрлем 0,120, сабан 0,120, пішендеме 0,146. Осы бойынша мысалға біздер рацион құра аламыз. Бұл бізде кітапта берілген, мысалға 400 килограммдық тірілей салмағындағы ірі қараның азық өлшемі міндетті түрде 7,9 болу керек. Келесі кезде мен сіздерге мысал ретінде шығарған болатынмын. Яғни шаруашылықта біздер 450 килограмм ірі қараның рационын құратын болсақ, азық өлшемі 8,5 болу керек. 450 килограммдық ірі қара малының. Бұл жерде біздер қалай шығарамыз? Шығару жолы. Мен мына жерде негізі 3 түрлі не алдым, азық алдым: пішен, сүрлем, арпа. Пішенді 12 килограмм, сүрлемді 10 килограмм, арпаны 3,5 килограмм етіп алса, бізде 12 килограммды жаңағы жоғарыда айтып кеткен пішеннің азық өлшемі нақты өзгермейді, 0,143 болып есептеледі. Осы үшеуін көбейту арқылы қосқанда 11,129. Бұл бізде азық өлшемі 450 килограммдық малдықнен асып кетеді. Бұл рацион келмейді. Келесі, осы тек пішенді килограммын азайтып берген кезде 8,177 болады. Негізі осылай етіп біздер протеинді, алмасу энергиясын есептеген кезде, алмасу энергиясы да екеуі де жоғары болып кетеді шкала бойынша. Негізі кез келген шаруашылықта рацион құрған кезде минимум дегенде 5 азық түрін алу керекпіз. 5 азық түрін алған кезде оларды жоғарыда көрсетіліп кеткендей балансировать етіп шығарамыз. Мына жерде біз 3 түрлі азық өлшемін азық алғандықтан осылай алмасу энергиясы мен протеин келмей қалып отыр. Мына жерде Вебинардың баяндамасына кішкене чуть-чуть толықтырып кетсем да.
Мына кестеде біздерде азықтандыру нормасы көрсетілген. Азықтандыру нормасы етті бағыттағы ірі қара сиырларына түрлі салмағы 400-ден 600 килограммға дейін. Яғни азықтандыру нормасы бұл бүкіл жануарлардың түріне байланысты жасақталған, ол уже нақты белгіленген. Етті бағыттағы бөлек, сүтті бағыттағы ірі қара малына бөлек беріледі. Мысалға 400 килограммдық сиырдың тәуліктік рационында азық өлшемі 7-9 болу керек. Например, бізде 550 килограммдық сиыр болатын болса, оның құрамында азық өлшемі 9-7 болу керек, құрғақ заты 12-2 болу керек. Мен мысалға 20 килограмм пішен беретін болсам, 20 килограмм пішенде бізде 16 килограмм құрғақ зат болады. Ол 20 килограмм пішенді мына сиыр никак көтере алмайды. Өйткені оның асқазанының сыйымдылығына байланысты тек қана 12-2 килограммды көтере алады. Яғни азықтандыру нормасы дегеніміз ол одан артық бермеуіміз керек, бірақ дегенмен кестеде көрсетілген барлық корректті көрсеткіштердің барлығын мүмкіндігінше қамтамасыз етуіміз керек. Енді азықтандыру рационына байланысты да, негізі рацион түрі бізде мына кестедегідей көрсетілу керек. Мысалға, бұршақ шөбі 400 килограммдық сиырды ала беретін болсақ, мына жерде бізде рацион көрсетілген. Осы рационда бізде шөп осындай килограмм, пішендеме осындай килограмм болу керек. Енді дәл осы рационның корректілігіне келетін болсақ, ол міне бізде көрсеткіштері міне тұр. Ол уже есептелініп тұр. Яғни осы рационды бергенде оның корректілігі 7-9 азық өлшемі болады, құрғақ заты 9-8 болады. Енді ол қалай есептелінді да, жаңа Бибина айтып кетті. Біз оны былай есептейміз. Например, мына кестеге сәйкес бұршақ шөбі 2 килограмм болса, ол 1 килограммда қанша азық өлшемі бар екенін анықтаймыз. Сосын оны 2 килограммға көбейтеміз. Дәл солай дәнді шөп, бүкіл көрсеткіштерді осылай көбейтіп шығамыз, мынандай. Сонда итоговый азық өлшемі бізде көрсетіледі. Мына жерде осылай көрсетіледі, 11-29. Бізде мында асып кетті, мына рацион бөлек қой. Енді азықтандыру типтері деген түсінік бар. Азықтандыру типтері дегеніміз не? Мына кестеде бізде азықтандырудың 2 типі көрсетілген. Ол пішендік тип, сенной тип кормления и пішендемелік азықтандыру типі. Ол дегеніміз не? Егер пішендік азықтандыру типі болса, онда азықтандыру рационында пішеннің корректілігі салыстырмалы жоғары болады басқа көрсеткіштерге қарағанда. Мысалға, менің рационымда пішеннің мөлшері 3-2 азық өлшемі болса, онда сабанның, жаңағы арпаның азық өлшемі 1-2 болады. Яғни қайсының азық өлшемі көп, сол жаңағы пішендік азықтандыру типі деп атауға болады. Сенажный тип дегеніміз түсінікті ғой енді да, онда керісінше пішендеменің корректілігі азық өлшемі салыстырмалы жоғары болады. Так, түсінікті ғой да? Сонда норма дегеніміз бұл тәулігіне берілетін жаңағы мұқтаждық, әрбір малға берілетін, рацион дегеніміз тәуліктік берілетін жаңағы азықтар структураға байланысты. Азықтандыру типтері дегеніміз, ол жаңағы концентрация тип кормления бар. Азықтандыру типі дегеніміз, ол басымдылығына байланысты, қайсының корректілігі басымды, соған байланысты болады. Мынау сонда расчеттары қалай азықтандыру рационын құрып, оны қалай есептейді. Сол жағы кішкене қиын болмаса, қалғандары бәрі түсінікті деп ойлаймын. Так, енді мына жерде, мына кестеде бізде деген азықтардың жіктелуі, яғни азықтардың түрлері көрсетіліп тұр, сосын олардың химиялық құрамдары көрсетіліп тұр. Пішендікі, арпанікі и так далее. Енді құрғақ затпен азық өлшемін қарайтын болса, құрғақ заты төмен азықтардың корректілігі де төмен болады. Мысалға, мында сүрлемде енді бізде ылғалдылығы жоғары болады, құрғақ заты төмен болады. Оның корректілігі 0,20,
Так, мына жерде көк азықтар жоқ. Көк азықтардың да қоректілігі төмен болады, ылғалдылығы жоғары болады. Енді арпаның қоректілігі де жоғары, и сәйкесінше оның құрғақ заты да дәнді азыққа жатқызылғандықтан жоғары болады. Так, енді бұл кестеде, мына схемада бізде деген азықтардың химиялық құрамы көрсетілген. Любой кез келген азық осындай заттардан тұрады. Біреуінде жаңағы ол төмен деңгейде болуы мүмкін, екіншісі жаңағы жоғары деңгейде болуы мүмкін. Мына схемада бұл бізде көрсетіліп тұрған азықтардың жіктелуі, яғни жалпы қандай азықтар бар, қандай азықтарды жалпы жануарларға беруге болады деген сияқты. Енді дәл ірі қара шаруашылығына келетін болсақ, екі бағыттағы ірі қара шаруашылығында ең кеңінен тараған азықтардың бірі ол бізде көк азықтар, көк балауса, ірі азықтардың ішінде пішен, сосын концентратты азықтардың ішінде бұл арпа, техникалық өндіріс қалдықтарының ішінен ол кебек. Кебектің қоректілігі 0,72-0,76 аралығында болса, дәнді азықтардікі уже талай жоғары болады. Можно, пожалуйста, мой предыдущий слайд включить? Конечно. Отсюда, да? Так, енді біз общий түсінікті алдық та, қай зат не екенінің, азықтың құрамы қандай заттардан тұратынын. Енді бағана Батыс Қазақстан облысында қалыптасқан азықтарды рационын көрсеттік та. Бірінші рацион түрі ол тек қана пішеннен тұрады. Екінші рацион түрі ол жаңағы пішенге қоса арпаны бергендегі рацион түрі. Енді рацион құрамындағы қоректік заттарға осы жерде кішкене толығырақ тоқталсақ та, не үшін ол маңызды болып отыр. Бағана біз айтып кеттік, бір азық өлшеміне шаққандағы протеин мөлшері 100, 110, 115 болу керек. Біздің мына қалыптасқан рациондарды алып қарайтын болсақ, ол бізде өте төмен дәрежеде. Мысалға, арпаны қосқанда да айтып кеттік 67 грамм болып отыр, арпасыз ол совсем төмен 50-47 грамм деңгейінде болып отыр. Енді осы бізде рационда қант жетіспейтінін анық байқап отырық, сосын протеиннің жетіспейтінін айқын біз көріп отырық. Соған байланысты осы екеуін сахарно-протеиновое соотношение деген түсінік бар. Соны екеуін баланста деген мақсатпен біздер деген зерттеулер жүргіздік. Ол зерттеулерді біз етті бағыттағы ірі қара малына бердік, ол біз сиырларға бердік, сосын төлдерге бердік. Енді, мысалға, біздің облыста қыс уақыты, малды қыста уақыты 190 күнге созылады деп, біздер деген 100 бас сиырға 570 центнер қант қызылшасын алдық та, деп есеп. Жалпы сахарный протеин, сахар, қант қандай азықтарда көп болады? Біз соның барлығын анализбен сараптама жасадық та, осы қанттық протеиндік қатынасты нормаға келтіреміз деген мақсатпен біз қант қызылшасын таңдадық. Сосын соған байланысты біз тәжірибелік топтар құрдық, бірнеше топтар құрдық, сосын соған зерттеулер жүргізілдік. Яғни рацион құрамындағы қанттық протеиндік қатынасты дұрыстау үшін, ол не үшін керек? Егер сахарно-протеиновое соотношение рационда сәйкес келмесе, онда малдың организмінде протеинді сіңу қабілеті төмендейді. Егер сол екі көрсеткіш ровно болатын болса, нормаға сәйкес болатын болса, онда тәуліктік салмақтық өсу көрсеткіші де сәйкесінше дәл келеді. Негізі бұл сахарно-протеиновое соотношениесі көбінде молочное скотоводствода есепке алады и так далее деп айтады. Дегенмен де ол етті бағыттағы ірі қара малына да байланысты. Енді мына кестеде біз ұсынып отырған, біздің облысқа ұсынып отырған біз рацион түрін көрсетіп отырмыз.
мына төменде кестенің төмен жағында бізде норма көрсетілген, яғни 400-500 килограммдық сиырлардың нормасы, азықтандыру нормасы, ол уже нақты. Бағана айтып кеттім ғой да, норма бұл тәуліктік беруге қажетті қоректік заттардың көрсеткіштері. Енді біздер беріп отыр пішеннің екі түрін аламыз, арпа береміз, қант қызылшасын, сосын карбамидті қосамыз да, ол жаңағы бізде протеин деңгейін көтеру мақсатында. Сонда бізде не шықты? Бізде кестеге дұрыстап қарасаңыздар, азық өлшемі 8-де 0,8 болды да. Төменде көрсетілген сиырлардың нормаларына почти жақын сәйкес келеді. Енді бір азық өлшеміне шаққандағы протеинді көретін болсақ, бұл көрсеткіште бізде көтерілді. Қант көрсеткішін қарайтын болсақ, қантта 601 болды, нормаға сәйкес бұл 540, 588, 630 деңгейіне болу керек. Яғни, осы рационды егер біз ұсынып, осыны біз беретін болсақ, онда уже сахарно-протеиновое соотношение нормаға сәйкес келді. Яғни, протеиннің белоктың сіңімділігі артады. Сәйкесінше уже тәуліктік өсім көрсеткіштері де артады. Так, енді осы рацион, мына рацион бізде дегенмен 3 азықтан 4 азық түрінен болса да, ол бізде детализированный, сбалансированный рацион деп аталады. Негізі тетіктелген, балансталған рационды жасау үшін кем дегенде 5 азық түрі болу керек. Дегенмен біз мұнда максимальны жақындадық нормаға тек осы 3 азық түрімен, сосын карбамидтен. Енді жаңағы зерттеу нәтижелері, бұл бізде мына рацион сиырларға жасақталған болса, біз осы рациондарды сынау мақсатында төлдерге тәжірибелер жасаған болатынбыз. 2 тәжірибелік топ құрылды, 20 күндік бірінші дайындық кезеңі болды, кейін 150 күндік тәжірибенің өзі жүзеге асты. Біздер деген тәжірибелік топтар, бірінші, екінші топтар құрылды. 9 айлық бұқашықтар алынды, 30 бастан. Сонда 60 бас бізде 2 топқа құрылды, екеу, мына 30 бас, мына 30 бас, бірінші, екінші топтар. Енді 2 топтың тәжірибелік топ бұқашықтарының рациондары мына кестеде бізде анық көрсетіліп тұрды. Бірінші топ, сосын екінші тәжірибелік топтар. Кесте мәліметтеріне назар аударатын болса, мына жерде мына 9-10, мына жерде көрсетіліп тұр. Мына жерде 11-12, 13-14. Яғни осы аралықтардағы бұқашықтардың азықтандыру рациондары көрсетілген. Біз бұқашықтарға тәулік сайын олардың салмақтарының артуына байланысты оларға берілетін азық түрлерінің мөлшерлерінде біз арттырып отырдық. Енді екінші тәжірибелік топ пен бірінші тәжірибелік топтың айырмашылықтары, ол екінші топқа біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей қант қызылшасын қостық, бірінші тәжірибелік топтарына қант қызылшасы қосылған жоқ. Бірақ арпа мен пішен екі топқа да бірдей деңгейде берілді. Енді азық өлшеміне келіп дұрыстап қарасақ, бірінші тәжірибелік топта бізде 9-10 айлығында 6-да 3 болса, екінші тәжірибелік топ бұқашықтарында бұл көрсеткіш 6-да 8 болған. Енді 13-14 айлығындағы көрсеткіштерге назар аударатын болсақ, ол бірінші топта 8-де 1 болса, кесте кішкене көрінбейді, екіншісінде бізде 8-де 6 болған. Яғни где-то 12-15%-ке осы рационның азық өлшемі артып отырған. Енді осы жерде қорытылатын протеинге тоқтасақ. Бірінші топта 568 грамм болса, екінші топта 5,6%-ға жоғары, яғни 593 грамм болған 9 айлығында, ал 13-14 айлығында 720-дан 745 грамм болған. Енді нақты қант көрсеткішіне келіп тоқтайтын болсақ, бірінші топта 235 болса, екінші топта бұл көрсеткіш 395 болған.
яғни 42%-ға қантты қосқан уақытта рациондағы қант мөлшері артқан. Енді дәл осы көрсеткіш бойынша тек 13-14 айлығын қарайтын болсақ, 290 бірінші топта болған, екінші топта бұл 450, яғни почти 2 есе 48%-ға жоғары болған біз көре аламыз. Сонда тек қана осы кестеге қарап біз айта аламыз, қантты қосқан жағдайда рационның протеин деңгейі бір орында қалыпты болса да, қанттың деңгейі 2 есе 40-тан 45%-ға дейін артқанын көре аламыз. Енді бұл зерттеуде тәжірибелік бұқашықтар рационының сапалық көрсеткіштері көрсетілген. Қанттық протеинді, көмірсу протеин, крахмал қант бір азық өлшеміне жақындағы протеин көрсетіліп тұр. Мына жерде ең басты көрсеткіш бізде бұл қанттық протеиндік қатынас. Біз осы қатынасты нормаға келтіреміз деп жаңағы тәжірибелердің бәрін жүргізілген болатынбыз. Бірінші топта 0,41 болса, екінші топта 0,66. Яғни екінші топтың сапалық көрсеткіштері именно қант протеиндік қатынас салыстырмалы жоғары деңгейде болған. Енді бағана Бибинар айтып кетті да, азықтардың қоректілігін бағалаудың бірнеше түрлері болады. Біріншісі ол бізде азықтардың химиялық құрамы бойынша бағалау, яғни мал азықтандыру оқулықтарын кез келген ашып қарайтын болсаңыздар, соның ең соңғы бетінде соңғы зерттеулер нәтижелері көрсетілген. Яғни азықтардың химиялық құрамы, көріне ме, көрінбей ме? Орысша кітап болсын, қазақша литература болсын, осы кітаптарда азықтардың химиялық құрамы ең соңғы бетте көрсетілген. Жіктелуіне байланысты астында азықтардың химиялық құрамы тұрады. Енді бірінші қоректілігін бағалаудың бірінші түрі сол жаңағы азықтардың химиялық құрамы бойынша бағалау. Кестеге сәйкес немесе кез келген лабораторияға барып, оларға запрос жіберіп, олардан азықтардың химиялық құрамын алдыртуға болады. Екінші түрі бұл қорытылған қоректік заттар бойынша бағалау. Қорытылған қоректік заттар бойынша бағалау дегеніміз бұл баланстық тәжірибе жасау арқылы тезекпен бөлінген ара қатынасын анықтау арқылы, яғни қорытылу коэффициенті анықталды. Бұл рационның қорытылу коэффициенті қоректік заттарға байланысты. Мысалға, протеиннің қорытылу коэффициенті қанша болды, яғни қанша грамм протеин қорытылды, қанша грамм май қорытылды, қанша грамм клетчатка қорытылды. Бұл бізде баланстық тәжірибе арқылы жүзеге асады. Так, үшінші түрі бұл Бибинар айтып кетті жаңа, бұл содан кейін солылық азық өлшемімен бағалау, бұл қалай айтса болады, бұрыннан келе жатқан бағалау әдістерінің түрі болып есептелінеді. Содан кейін алмасу энергиясы арқылы бағалау. Алмасу энергиясы арқылы бағалағанда біз қанша энергия бөлінді. Сосын бұны анықтау кезінде определенный коэффициенттер бар, мысалға протеиннің коэффициенті, майдың коэффициенті, клетчатканың коэффициенті. Соған байланысты осы коэффициенттерді математикалық формулаға салу арқылы есептейміз. Ол мегаджоульмен есептелінеді. Так, 1, 2, 3, 4, төртінші түрі, содан кейінгі түрі ол протеиндік қоректілікті бағалау. Енді протеин жалпы бұл негізгі құрылыс материалы, барлық көрсеткіштер соған байланысты болғандықтан, оны біз солай бөлек шығарып алып, оны бөлек қараймыз. Қорытылған протеин қанша болды, жаңа бір азық өлшеміне шаққандағы протеин мөлшері қанша болды. Содан кейін біздерде қоректілігін бағалауда тағы екі түрі бар. Бұл минералдық қоректілікті бағалау, сосын витаминдік қоректілікті бағалау. Витаминдік және минералдық қоректілікті бағалау, ол макро-микроэлементтермен жаңағы майда сүтте келетін витаминдерге байланысты. Яғни, мысалға, макро-микроэлементтердің қоректілігі барлығы жете ма, төмен ба, или совсем жоқ па, соны жалпы бір сөзбен біз деген минералдық қоректілік деп атаймыз. Енді мына кестеге келетін болсақ, мына кестеде тәжірибелік бұқашықтар қорытқан қоректік заттар мөлшері көрсетілген. Яғни, бұл жерде қорытқан
қорытқан қоректік заттарды біз қалай табамыз? Жалпы қабылданған қоректік заттардан минус бөлінген, қимен тезекпен бөлінген қоректік заттар. Сонда бізде шығады қорытқан қоректік заттар мөлшері. Кесте мәліметтеріне назар аударатын болсақ, құрғақ заттың қорытқан қоректік заттары бұл 5412 екінші топта болса, бірінші топта 5209 грамм болған. Енді протеинға қарайтын болсақ, екінші топта 638 болса, бірінші топта 593 грамм болған. Ол бізде нені көрсетеді? Яғни, осы рационды берген уақытта организм, например, бізде мұнда бұқашықтар қаншасын қабылдап алды, қорытты, қаншасы жаңа тезекпен немен бөлініп кетті. Так, енді осы зерттеудің жалғасы бізде мұнда көрсетілген. Тәжірибелік бұқашықтардың түрлі салмақ динамикасы. Енді бірінші топ, ол жаңағы тек қана пішен мен арпа, екінші топта бізде пішен, арпа және жаңағы қант қызылшасы қосылды. Енді мына бұқашықтарды біз топқа алғанда, олар группа аналогов әдісімен, яғни бірінші бұқашықтардың орташа түрлі салмағы 221 болса, екіншілерінде 222 болды. Осы әдіспен құрылды. 9 айлығындағы салмақтары почти емес, екеуі бірдей, олардың айырмашылық шынайылық деңгейі жоғары болып отыр. Енді 10, 11, 12, 13-тен бастап рационға қант қызылшасы қосылған бұқашықтардың түрлі салмақ көрсеткіштері артқанын көріп отырмыз. 13 жасында уже олардың түрлі салмақ көрсеткіштері 330 килограмм болып отыр. Бірінші топпен салыстырғанда, екінші топта 25 килограммға артық түрлі салмақ өлшемі қосылған. Енді мына сызбаға назар аударатын болсақ, бірінші топта түрлі салмақ өлшемі көтеріліп кетеді да, 12-13 айларға келгенде сөйтсе қайтадан көтеріледі. Яғни олардың рациондары олар тәуліктік өсімнің тұрақты өсуін қамтамасыз ете алмай отыр. Ал екінші топқа келетін болсақ, екінші топтікі бір бағытта салыстырмалы, бірінші топпен қарағанда бір бағытта тікелей қалай артып отыр. 13 айлық жасында олардың салмағы 330 болған, бірінші топқа қарағанда сонда 25 килограммға артық болған. Енді осы зерттеудің жалғасы ретінде бізде тәжірибелік бұқашықтардың 13 айлығындағы бақылау сойыс нәтижелері кестеде көрсетіліп тұр. Біз бұл зерттеуді не үшін жасадық? Яғни рационды осылай баланстап жасақтаған кезде біз қанша нені көре аламыз? Еттілік көрсеткіштері қаншалықты артатынын көре аламыз. Бірінші және екінші топтардың зерттеу нәтижелері көрсетілген. Сой сауындағы түрлі салмақ бірінші топта 298 болса, екінші топта 323 килограммды көрсеткен. Яғни екеуінің айырмашылығы 25 килограмм. Екінші топта қант қызылшасын қосқандағы екінші топтағы зерттеу нәтижелері бізде 25 килограммға артық түрлі салмақты беріліп отыр. Енді жаңа сойылған ұшаның салмағы бірінші топта 156-да 5 болған болса, екінші топта 173-те 5. Яғни осы көрсеткіш бойынша да басымдылық екінші топта болып отыр. Енді ұшаның шығымы 52-де 5, 53-те 7, яғни 1,2%-ға екінші қант қызылшасы қосылған топта салыстырмалы жоғары болды. Ішкі майлардың салмағына келетін болса, ішкі майлардың салмағы да бірінші топта 8-9 болса, екінші топта 11. Ішкі майлардың шығымы да сондай нәтиже көрсетіп отыр. Енді сойыс салмағына келетін болса,
Соя салмағы бірінші топта 164 болса, екінші топта 184. Яғни 20 килограммға рационды қант қызылшасымен баланстаған уақытта 20 килограммға артық біз қосымша ет ала аламыз. Енді мына зерттеу нәтижелеріне сәйкес бұнда ұшаның морфологиялық құрамы көрсетілген. Так, бұл кесте бойынша да мына жерде салқында тұрған ұшаның салмағы көрсетілген. Мұнда 171, бірінші топта бұл 154 болған. Ет ұлпасының салмағы да екінші топта басым болған. Так, сосын етлік индекс коэффициенті бірінші топта 3,96 болса, екінші топта 4,21 болып отыр. Яғни міне етлік коэффициенті, яғни рационды мүмкіндігінше осындай әдіспен болсын нормалаған уақытта олардың етлік коэффициенті де сәйкесінше артып отыр. Так, енді біз, получается, рационды бердік, 150 күн бойы, 20 күн бойы дайындықтан өтті, түрлі салмақтардың өсуін біз айқын көріп отырып, жаңағы сойыс көрсеткіштерінен де екінші топтың басым екендігін байқап отырып. Содан кейін барып біз тәжірибелік оқушыларда осы рационмен өсірудің экономикалық тиімділігін анықтадық. Енді осы жердегі айырмашылық бұл бір бастан түсетін пайда. Бірінші топта бізде 114-те 1 болса, екіншісінде 176-да 5 болып отыр. Яғни біз деген қосымша салмақ алдық, соған байланысты бір бастан түсетін пайда бізде почти 60 теңге болып отыр да. Рентабельдік деңгей екеуінде де шамалас болып отыр. Екінші топта 69-да 3 деңгейінде болып отыр. Сонда енді әртүрлі зерттеулер бүгінгі таңда жүргізіліп отыр ғой. Именно азықтандыруға байланысты, немесе төлдерді өсіруге байланысты. Дегенмен де қандай зерттеу болмасын, біз деген мүмкіндігінше ірі қара малына, еті бағыттағы ірі қара малына нормаға сәйкес азықтандыру беруіміз керек. Нормаға сәйкес болу керек. Мысалға кейбір шаруашылықтар ойланып бізге пойдет деп сондай немқұрайлықпен қарау мүмкін. Дегенмен де егер де әрбір шаруашылықтағы мамандар салыстырмалы жоғары өсім алғысы келсе, еттің жаңағы морфологиялық құрамы жақсы болсын десе, сойыс көрсеткіштері жақсы болсын десе, мүмкіндігінше нормаға сәйкес азықтандыру беру керек. Именно осы зерттеулерде біз осындай нәтижеге келіп отырмыз. Арпа, мысалға, мына кестеде көрініп тұр. Егер рационға қант қызылшасын берген жағдайда, біз именно қанттық протеиндік арақатынасты дұрыстап алдық та, оны сиырларда да біз дәлелдедік, өсіп келе жатқан төлдерде де 9 айынан бастап 14 айға дейін зерттеу жүргізіп, біз толық дәлелдедік. Что именно сахарный протеині дұрысталғанда, жаңағы бүкіл өнімділік көрсеткіштерде артатынын біз көрдік. Бұл зерттеулер менің өзімнің диссертациялық жұмысымның бір бөлігі болып табылады. Именно осы етті бағыттағы ірі қара малын біздің Батыс Қазақстан облысы жағдайында оларға соны азықтандыру нормасын қарап, соған сәйкес рацион құру. Қысқаша егер келгенде айтарымыз осы. Идега пусть бірден қосасыз. Это мои исследования. В результате исследования мы сбалансировали рацион, именно как сахарная свекла рационно қосып, и при этом получили вот такие вот результаты. Ну, надо дать внимание на том, что для чего составляется рацион. Вот есть рацион, который мы предлагаем в соответствии с нормами, разработанными, значит, ведущими научно-исследовательскими институтами, или, значит, Калашником, это такие стандартные нормы. А есть рационы, которые мы разрабатываем из того, что мы имеем. Вот в основном, к сожалению, большинство хозяйств, которые занимаются выращиванием племенных животных,
мясного направления продуктивности, вот, использует корма, который имеет. Вот я считаю, что мы понимаем, уважаемые специалисты, руководители фермерских хозяйств, ваше положение, но в то же время это очень долго уже. Вот считайте, на протяжении почти 20 лет мы одно и то же говорим, но уже пора, мне кажется, не столько просыпаться, а уже двигаться вперед, уповать на то, что государство даст субсидии на корма или на проведение каких-то агротехнических мероприятий по улучшению, значит, пастбищ, вот, для сенокосных угодий, чтобы получить корма хорошего качества. Это сейчас не приходится. Сейчас необходимо каждому хозяйству проявлять инициативу. Вот я вчера я проводил семинар на тему, значит, испытаний бычков по собственной продуктивности и оценка быков производителей по качеству потомства. Одной из проблем в хозяйстве, занимающихся разведением племенного скота на проблеме продуктивности, это изыскание хороших быков. А где мы можем хороших быков взять? Надо прежде всего рассчитывать на себя. То есть создавать оптимальные условия кормления для молодняка и их ставить на испытание по собственной продуктивности. Поставили, допустим, даже хотя бы 50 голов. Из 50 голов 2-3 головы, которые прошли испытания по собственной продуктивности, самые лучшие, если оказались, это тоже неплохо. Мы вчера раз говорили, на классную оценку не надо внимания обращать. Надо обращать внимание на величину селекционного индекса. Вот. Селекционный индекс которых 102 и выше, 105, 110, допустим, да, считаются очень высокоценными бычками, которых вы можете у себя оставить для ремонта стада. А остальных, которые 100 и выше, это нейтральные вот, бычки, можете продавать хозяйство, занимаясь племенным скотоводством. Ну а всех тех, которые меньше 100, то есть ухудшатели, вы можете их реализовать в товарное хозяйство. Или вообще баранизировать, или сдать на мясо и так далее. Вот. А это когда можно достичь? Только при нормированном кормлении. Вот сейчас Аружан Евгеньевна подчеркнула уже, ведь привела вам рационы, составленные с использованием различных видов корма. Там сено, комбинирует с сенажом, комбинирует с концентратами, вот, причем сено разные, житниковые, там люцерновые и так далее. Вот. Это почему делается? Потому что каждый вид значит, используемых в рационе кормов характеризуется разной питательностью. Мы всегда привыкли, вот, да, достать 7 килограмм дали, нам сено, 2,5 килограмма концентрат дали и уповаем. А питательность кто-нибудь определял? Вот. А питательность какая? Может быть, допустим, питательность очень низкая, не 0,43, как здесь показали, а может вообще 0,3, 0,27 может быть. То есть очень низкая питательность. А это зависит от того, от технологии кормопотребления. Это кормопотребление. Какое время скосили, каким образом хранили, вот, и так далее. От этого много зависит. Видите, в какой фазе скосили. Бутонизация же или же уже восковой спелость, допустим, если кукуруза там и так далее, на сенаж. То есть это очень важно иметь в виду, когда речь идет о выращивании племенных животных. Вот речь сегодняшняя тема именно выращивания племенного скота. Вот поэтому надо всегда иметь в виду, ну, мы привыкли уже, так, я вот в последнее время всегда говорю, мы эксплуатируем вот, генетический потенциал нашей отечественной казахской головой породы, эксплуатируем. Вот практически, вот, жареный башберем, жареный межвывес. Ладно, там коровы, они каким-то, хотя они вынашивают плод, а от упитанности коровы зависит и рост развития
молодняка в будущем, и молочность и так далее. А вот племенные бычки, не выдающийся ученый, академик Эйснер Федор Федорович говорил в свое время, что хороший бык стоит полстада. А сейчас надо говорить, что хороший бык стоит всего стада. Вот. А его хорошего быка когда мы можем получить? Только при хорошем кормлении. Всегда иметь в виду. А мы не докармливаем. Если рацион даем, то только по абсолютной величине, то есть килограмм. Вот килограмм дали, совсем не учитываем питательность того или иного корма, который мы задаем. Вот, период, да. Вот поэтому вам и предложим сейчас несколько рационов с использованием различных видов кормов. И то это вот с учетом наших условий. А вот, допустим, за редким исключением, вот я хочу привести пример. Крестьянское хозяйство Балашах, Тоскалинском районе, Нуртай Сапиевич. Так? Крестьянское хозяйство Алем, Жеребецкий район, Искель Капарович. Крестьянское хозяйство Дюнгелек, Пшеничный Михаил Вячеславович. Крестьянское хозяйство Хафиз, Жагипаров Бекбулат Хафизович. Вот. И другие хозяйства я знаю. Крестьянское хозяйство Айслу, Исенгалиев Ерик Абатович. Вот они в рационах используют кормовые добавки. Вы понимаете о том, что из тех имеющихся кормов, которые мы имеем у себя в хозяйстве, вот, этого недостаточно. То есть питательность не соответствует требованиям, физиологическим требованиям животного. Вот сейчас вам я оружейник Киржи показывал по возрастным периодам и в зависимости от живой массы разная питательность кормов. Так? А мы, может быть, не достигаем их питательности. Тогда приходится использовать кормовые добавки, которые в какой-то мере балансируют. То есть он заполняет ту нехватку питательных веществ, которые у вас составлены из своих собственных кормов. Это вот, допустим, белково-минерально-витаминные, белково-витамин-минеральные добавки. Вот мы использовали пурин, допустим, в прошлые годы, феррюцель использовали, белково-витаминно-минеральные добавки использовали турецкие болюсы, вот эти вот в виде шариков. Мы бычкам в 7-месячном возрасте через ротовую полость поставляет желудок, и он почти на 4-5 месяцев обеспечил витаминную зарядку организма, допустим. То есть много способов есть. Вот. Кто этим занимается? Кто, как говорится? Поэтому там, где нет надлежащего кормления, ждать какого-то успеха не приходится. Речь идет, я еще раз подчеркиваю, речь идет о племенном животноводстве, племенном, не товарном. Товарном, как говорится, хотя там тоже требования достаточно высокие к кормлению. Но, как говорится, здесь вы совсем другой ракурс. А племенное животноводство – это есть база, это базовые, это, как можно сказать, стандарт от степени развития племенного скотоводства будет зависеть вообще интенсивность развития всего мясного скотоводства. Поэтому, уважаемые специалисты и руководители различных агроформирований, настоятельная просьба обращать особое внимание на кормовую базу, на вопросы кормопроизводства. Вот. Особое внимание. От этого зависит успех вашего предприятия. Понятно, вот я еще раз повторяюсь, может быть, понятное дело, что каждая зона характеризует своими особенностями. Там степная, сухостепная, полупустынная, пустынная зона. Соответственно, каждая зона, и понятное дело, что в этих зонах наши ученые работают в различных зонах. Вот, допустим, ведущий ученый, кормовик Насиев Бек Насиевич, у него целая школа, они как раз разрабатывают научной основой восстановление плодородия пастбищных угодий путем использования различных агротехнических приемов. Я знаю, что несколько хозяйств, допустим, вот в последнее время. А вообще хотелось бы отметить, что
ну, все больше и больше фермеров, наконец, вот последние 2 года особенно заметно прям, наконец поняли, что без кормовой базы не будет движения вперед. И они даже ценой определенных затрат, собственно, финансовых средств, улучшают пастбище. Или это частичное улучшение пастбища, так, это одни приемы. А есть коренное улучшение пастбища, вообще полностью, и высевают другие культуры. Суданка, если есть полив, то люцерна, эспарцет, а вот, допустим, тот же рубикс-1, рубикс К1, это кормовая культура, в котором очень высокое содержание клетчатки, но растет он каждый день на 5-8 сантиметров. Это гибрид между щавелем и кукурузой, по-моему. Он впервые создан на Украине, ученые Украины. Сейчас он получает все больше распространения в Казахстане. Он в Беларуси давно используют еще в начале 2000-х. Вот сейчас у нас в Казахстане, вот, крестьянский хозяйство «Полшаг», ну, Тай Сапевич, он приобретает семена этой культуры, и они их высевают в октябре. Это конец сентября, октября и начало ноября. Вот в этот период их высевают. И они с весной очень быстро урожай дают. Очень быстро. Огромная масса значит, трав получается. И он его хочет запустить на сенажный силус. При этом он их использует при откорме молодняка мясных пород. Герефорской там, ну, в основном герефорской породы. Ну, там же и молодняк казахского, беспородный скот тоже. Вот. Здесь недалеко можете с ним посоветоваться. Причем он регулярно поддерживает тесную взаимосвязь с учеными Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, с лабораторией. Он не удовлетворяется только одним анализом кормов. Вот. Он анализ кормов, он считает это обязательным мероприятием питательности. Он анализирует еще химический состав почвы. И потом уже, ведь вы же знаете, что питательные вещества почвы через растение, в растение, из растений потом, ну, на научном языке называется конверсия питательных веществ корма, питательные вещества тела животного. Вот он все скрупулезно анализирует. И потом делает определенные выводы. Мы совместно работаем. Вот. Он привлекает не только наших ученых, он привлекает ученых с Российской Федерации, Прибалтики. То есть вот настоящий фермер вот таким должен быть. Вот таким должен быть. То есть вы не должны сидеть и ждать с моря погоды. Надо активнее, двигаться надо сейчас, двигаться надо. И, конечно, всегда иметь в виду, от кормления зависит ваш успех. Ирина, хочешь тут вопросы? Еще 1 час надо. Да. Что-то закончила. Да, я отвечу на вопросы. Да, Нет, вопросы после 2 часов. Вообще, конечно, можем было, уважаемые специалисты, руководители фермерских хозяйств, конечно, мы вкратце вам доложили. Вообще, конечно, надо было остановиться на отдельных значимости отдельных видов кормов в рационе. Вот. И какую, допустим, почему дается, вот вы заметили, питательных веществ дается в рацион. Причем энергетические кормовые единицы, не просто кормовые единицы, а энергетические кормовые единицы. Потому что сейчас это актуально и это научно обосновано, что именно в каждом кормовом корме, то есть в кормовой культуре, какая энергия заложена, насколько она энергетичная для того, чтобы она способствовала нормальному росту развития животных. Поэтому дается так. Особое внимание, конечно, надо обращать еще на содержание протеина. Протеин, белок, ахуз. Он именно белок, протеин обуславливает наращивание мяса. Чем выше протеина в корме, тем быстрее будет наращиваться мышцы. Мышцы – это и есть мясо. Мышечная мускулатура. А мы этому не придаем значения. Так, посмотрите, да, в общем.
Это очень важно, именно содержание протеина. Не случайно же говорят, сколько соотношение протеина к кормовой единице, сколько на одну кормовую единицу приходится протеина. Вот меньше, если 110, меньше 110, то вообще говорить, и стоит говорить о хорошем питании. Должно быть 110-120 грамм первого протеина на одну кормовую единицу, не меньше. А при выращивании молодняка имеется, молодняка. Вот. Вы знаете, что мясом, который 6-месячным возрасте отбивает, некоторые 7-месячные. Вот потом она идет на доращивание. Вот процесс доращивания очень большой. Это завтра будем говорить. Вот потом идет непосредственное выращивание. Но если это скот предназначен для реализации их на мясо, то откорм. Несколько видов откорма. И так далее. И все опять-таки упирается в кормление племенных животных. Вот же перевариваем протеин на одну кормовую единицу. Получается, если в рационе только сено, то общее 50 соотношение грамм. такое. Общее соотношение такое. На одну кормовую единицу Да. приходится 50 грамм протеина. Нет, это только по сену, что ли? Это по сену. сену, А да. общий рацион? Нет, мы привели результаты двух рационов. То есть первый рацион, где нет концентрата, а вот во втором, где есть концентрат, он у нас составил... Ну, общая питательность какая? Вообще-то. Общая питательность какая рациона? Питательность? Общая питательность рациона. 8,2 кормовых единиц. Вот, При этом, 8,2. нет, но при этом на одну кормовую единицу приходится обшито грамм протеина. Это очень низко. Протеина мало. Очень низко. Вот, пожалуйста. Видите, почему протеиновое соотношение с кормовой единицей такое низкое? Никто из вас не задумывается, а надо ведь задуматься. То есть, что за корма вы выращиваете? Вообще, делали вы хотя бы элементарно подсев, допустим, это, или коренное, то есть частичное улучшение пастбищных угодий, сенокосов и так далее. Вот отсюда старовозрастные травы 20-25-летней давности, эти пастбищные культуры у вас, которые уже питательность потеряли, они засорены различными несъедобными кормами и так далее. Так, пожалуйста, какие-то, если вопросы есть, давайте обсудим. Так, Елена Семеновна, говорите быстро. Так, я так думаю, наверное, пока келген сұрақтарға ответим, да? Қайырлы күн, ірі азықтардың шырынды азықтардан айырмашылығы неде? Енді біздер жаңағы, как мне включить предыдущую презентацию? Просто список военчиков есть, да, которые имеют право проводить военчиков. Так, біздерде келген бірінші сұраққа жауап берсем, да? Ірі азықтардың шырынды азықтардан айырмашылығы неде? Жалпы азықтардың классификациясы деген түсінік бар. Енді ірі азықтар, олардың клетчаткасы 19%-дан жоғары. Клетчаткасы дегеніміз не? Например, мынау бізде өсімдік болса, ол жаңағы сыртындағы қапталып тұрған қабығы. Егер клетчаткасы жоғары болса, оның қоректілігі де негізінде төмен болады. Сонда ірі азықтардың клетчаткасы 19-дан жоғары болады, ылғалдылығы төмен болады, қоректілігі сәйкесінше де төмен болады. Енді шырынды азықтарға келетін болсақ, оларға не жатады? Оларға бізде көкбауырдар жатады, сүрлем жатады, қамыр түйнекті азықтар жатады. Олардың ылғалдылығы 40%-дан жоғары болады. Енді дәл осы екеуін салыстыратын болсақ, ірі азықтар мен шырынды азықтарды біздер салыстыратын болсақ, ірі азықтардың қоректілігі салыстырмалы жоғары болып есептелінеді. Түсінікті ғой, да? Сонда ірі азықтар клетчаткасы жоғары болады, ылғалдылығы төмен болады, қоректілігі
салыстырмалы шырынды азықтармен жоғары болады. Шырынды азықтар қоректілігі төмен, ылғалдылығы 40%-дан жоғары болады. Оған көк балауса, сүрлем, тамыр түнекті азықтар и так далее, солардың барлығы шырынды азықтарға жатқызылады. Ол бірінші сұрақ бойынша. Так, ол бізде жаңағы бірінші сұраққа жауабымыз. Ірі азықтардың шырынды азықтардан айырмашылығы. Енді қандай минералды қоспаларды төлдерді енесінен айырғанда береді? Жалпы етті бағыттағы ірі қара шаруашылығында енесінен 8-7 айлығында біздер айырамыз. Дәл біздің Жәңгірхан атындағы университеттің ғалымдары осы именно минералды қоспаларды беруге байланысты 2019-2020 жылдары көптеген зерттеулер жүргізілді. Жаңа Едегапуш айтып кетті, бірнеше жаңа қандай минералды қоспаларды қосуға болатын. Солардың әрқайсысын біздер деген осы рационға қосып әртүрлі зерттеулер жүргіздік. Және сонда біздер жаңағы рационда барлығынша мүмкіндігінше нормалап баланстаған уақытта олардың жаңағы түрлі салмақ көрсеткіштері артатынын біз анық көрдік. Именно қандайға келетін болсақ, ол жаңағы филоцена, мен зерттеу нәтижелерін қазір сіздерге көрсетейін. Мына презентацияда көрсетілген мысалға, мына өзіміздің осы кестеде презентацияда көрсетілген зерттеу нәтижелеріне келетін болсақ, біздер мұнда карбамидті қосып отырмыз. Ол дегеніміз бізде протеин, соны көбейту арқылы біздер деген рационның қоректілігінің жаңағы сапасын арттық. Ал қазіргі уақытта неше түрлі минералды қоспалар бар, олардың барлығы жаңағы өндіріске жаңағы апробацияға шығарылмастан бұрын міндетті түрде шаруашылық жағдайында әртүрлі сынаудан өткізіледі. Содан кейін барып жаңағы ірі қара малдарына, төлдеріне яғни беріледі. Едегапуш, бұл такой вопрос. Отличие шырынды азықтардың ірі азықтардан я ответила. Второй вопрос. Қандай минералды қоспаларды төлдерді енесінен айырғанда береді? Жаңа, вы же тоже коротко рассказали. Какие именно кормовые добавки? Сказал, да? Ну, так я сказала, если вы хотите, можете. Нет, вот мы сейчас, вот по поводу второго вопроса, какие минеральные добавки, да? Кроме там соли или свинца, который обязательно должен присутствовать. Обязательно основной был вырез, содан басқа жаңағы енді микроэлементтер соның ішінде жетпей жатқан азықтардың ішінде. Вот микроэлемент это цинк, магний, кобальт, йод, микроэлементы в основном. Ну, макроэлементы кальция, вот там, фосфор и так далее. Вот и недостаток этих веществ мы вот, допустим, в своих исследованиях, вот там уже Ангелькин, в частности, проводил исследования в течение 2 лет, 19-20 годах. Вот она использовала в рационе филюцин. Это углеводная кормовая добавка, как раз регулирует минеральные вещества. Так, затем, значит, вот пурина, вот, потом белково-минерально-витаминные добавки, БВМК. Вот, и сейчас в настоящее время вот эти вот кормовые добавки у нас готовят еще в Алмате. К сожалению, я сейчас название фирмы забыл. Завтра, если что, можно вспомнить, и завтра у нас будет семинар, вы же будете присутствовать, мы скажем. Вот, допустим, крестьянское хозяйство Алем и крестьянское хозяйство Балашак, Алем это Жанабекский район, Балашак Таскалинский район, вот они вот эти хозяйства заказывают
вот эти кормовые добавки, вот через Алмату они доставляют там от 2 до 5 тонн они берут. И они эти добавки добавляют в кормление молодняку. Зато нормированность. Да, зато она нормируется. И как раз вот эти минеральные вещества, вот, которые сейчас, они как раз с этими кормовыми добавками поступают в организм. Да, потому что те корма, которые вы имеете, правильно вы задались этим вопросом, те корма, которые вы имеете и которые вы даете скоту на корм, там действительно минеральных веществ не хватает. Приходится кормовым добавкам. Да, общая питательность низкая. Да еще вот, ну, вопрос конкретно был по минеральным веществам, поэтому, конечно, использовать надо минеральные добавки. В каком количестве, допустим, на голову в сутки, там имеется инструкция, может, по инструкции нет, так вы можете проконсультироваться у нас. Вот тоже Аружан Евгеньевна, ее телефон здесь все знают. Вот. Илья Олег Заматович, ну, они вот у нас, как говорится, главные специалист по кормлению скота. Так, следующий вопрос. Сатана шаруа қожалығы. Сіздің зертханада азық құрамын қандай көрсеткіштер бойынша зерттедіңіз? Зерттелінген азық сапасы бойынша қай өңірдің азық құрамына талапқа сәйкес деп есептеп ұсынар едіңіз? Я тут привела данные всех хозяйств, да, химический состав кормов. Не отвечаю. Енді дәл. Не отвечаю. Сейчас. Мен сізге айтып отырмын, чтобы я поняла. Енді дәл мына кестеде көрсетілген азықтардың химиялық құрамы бұл агрохим лабораторияның зерттеу нәтижелері болып табылады. Дегенмен біздің Жәңгірхан атындағы университетте де азықтардың химиялық құрамын анықтайды. Енді мұнда 12 ауданның азықтардың химиялық құрамдары көрсетілген. Так, енді осы кестенің кішкене қорытындыласақ, онда именно мына степная зона дейміз ғой, далалық зонадағы пішеннің химиялық құрамы басқа мына полупустынны, жартылай шөлейт аймақтарға қарағанда салыстырмалы жоғары болып отыр. Яғни ол мына Зеленов ауданы, Теректі аудандарында өсетін пішеннің сапасы басқа аудандармен салыстырғанда, мысалға Қаратөбе немесе Бөкей Орда ауданымен салыстырғанда салыстырмалы жоғары деп есептейміз. Жаңа Едіге Поч айтып кеткендей, дегенмен біз осы біздің университетіміздің ғалымдары осы пішеннің сапасын жақсарту мақсатында әртүрлі зерттеулер жасап жатыр. Бейбіт Насимович та оған өз үлесін қосуда. Бара-бара мүмкін жаңағы пішеннің қоректілігі артып, біз жақсы көрсеткіштерге жететін боламыз деп ойлаймын. Дәл қазіргі уақытта салыстырмалы кішкене төмен жағдайда болып отыр. Сол үшін жаңа минеральная добавка болсын, әртүрлі қоспаларды беріп, малға барынша өзінің генетикалық потенциалын көрсетуге біз мүмкіндік жасауымыз керек. Жақсы нәтиже де алу үшін. Так, келесі сұрақ. Арпаның азық өлшемі пішеннің азық өлшеміне қарағанда неге жоғары? Былай ғой. Так, я не могу до следующей презентации включить. Какой? Вот это. Спрашивают, почему концентрат имеет высокую питательность по сравнению с сеном? Арпа – это ячмень. Енді біздер жаңа мына кестеде көрсеттік қой да, бізде азықтардың жіктелуі бірнеше топтарға бөлінеді. Енді өсімдік тектес азықтар болады, сосын бізде дәнді азықтар болады. Өсімдік тектеске біз жаңағы көк азықтар, бәрін жатқызамыз да. Енді соның ішінде пішен. Пішен бізде ірі азықтар, оның клетчаткасы 19%-дан жоғары болады. Қоректілігі где-то 0,42 азық өлшемінен әрі кетсе, если ол астық тұқымдас болса 0,52-ге дейін баруы мүмкін. Енді бізде дәнді азықтар бар. Дәнді азықтардың ішінде бізде арпа бар. Оның азық өлшемі 1,12 болады. Оның азық өлшемі неге жоғары? Неге жоғары? Өйткені бұл дән құрамында
құрамында протеин жоғары болғандықтан азық өлшемінде сәйкесінше 1,12, сонда 2 есе жоғары. Ірі азықтармен салыстырғанда дәнді азықтардың қоректілігі 2 есе жоғары. Ол бізде құрамына байланысты да, дән болғандықтан оның ішінде протеин көп. Өсімдік тектес жаңа пішен болғанда, пішен мынандай өсімдік деп есептегенде оның сырты қатты, енді клетчаткасы сәйкесінше жоғары. Сол үшін бізде дәнді азықтардың қоректілігі жоғары деп есептелінеді. Так, түсінікті ғой да? Сұраққа жауап. Так, чаты. Так, азық өлшем пішеннің азық өлшемін түсінікті ғой да? Өйткені біріншіден тағы да бір айтып кетейін. Арпа ол бізде дәнді азықтарға жатады. Дәнді азыққа жатқаннан кейін оның ішінде протеин жоғары болады, қоректілігі сәйкесінше жоғары болады. Екеуі екі түрлі азық түріне жатқызылады. Так, ТО агроиндустрия саламатсыздар ма? Сиырлардың сүттілігін молайту үшін қандай азықтар жесек болады? Сиырлардың сүттілігін арттыру үшін. Так, енді сиырлардың сүттілігін арттыру үшін біз шырынды азықтар беруіміз керек. Как повысить молочность коров? Это сүрлем беруіміз керек. Сәбіз, жаңа тамыр түйнекті азықтардың ішінен сәбіз, қызылша, қант қызылшасын берсек, біз жаңа сүтті бағыттағы сиырларда зат алмасу процесі жылдам жүреді организмде. Соған байланысты берілетін азықтар да молокогонный корма деп айтады ғой. Именно сүрлем, тамыр түйнекті азықтарды біз беруді ұсынамыз. Ол енді сүтті бағыттағы ірі қара мал шаруашылығы, да? Сүттілігі. Негізі біздерде енді етті бағыттағы ірі қара болғасын, сүттілігін енді жаңағы дұрыс айтасыз, оны жаңа азықтандырумен көтеруге болады тек қана. Но соның ішінде генетикалық, селекция генетикалық бағыттармен, тәсілдермен көтеруге. То есть подбором лучших особей, которые характеризуются, допустим, высокой молочностью. Мы до этого говорили же, в прошлом 9 сентября был семинар, наверное, не знаю, присутствовали, нет, там говорили о отборе метод и подбор. И там вот как раз отбирают особей, допустим, какой мы ставим план, допустим, нам нужно повысить молочность, допустим, коров, да, и мы отбираем таких животных, которые обладают в генетическом смысле, обладают высокой молочностью. И потом уже при подборе учитываем именно этот признак. То есть это называется селекционно-племенной работой. И, соответственно, кормление. Мясом скотоводства только двумя путями. Ну, понятно, содержание тоже. Да, ну, вопрос задали. Это актуальная тема. Кормление это самое животрепещущее, да, самое актуальное. Без кормления практически никуда не проходит. Поэтому вопросов много. Следующий. Как повысить питательность кормов? Ну, это вы знаете. Енді азықтардың қоректілігін арттыру үшін елік апочный осылығында айтып ол жаңағы кормопроизводство дейді, азық өндіруге де байланысты, яғни қандай технологиямен өндірілді, жаңағы шөптерді жинау уақыты, олардың жаңағы фазасы, барлық міндетті түрде сақтауы, дайындау технологиясы, солардың барлығы талаптарға сай болған жағдайда біз деген олардың қоректілігін арттыра аламыз. Сонымен қатар әртүрлі удобрение, әртүрлі химиялық қоспалар болсын, минералдық қоспалар болсын, соларды нақтылап беріп, жаңағы өсу фазасы кезінде. Негізі біздер животноводда біздер кормопроизводствомен қалай нақты айналыспаймыз, біз именно азықтандыру технологиясына байланысты азықтандыру нормасына, азықтандыру рациондарына нақты тоқталамыз. Ну, айналыспаймыз болғанда, бірақ есепке алып отырамыз ғой. Олардың бізде агрономический факультет бар, солардың ғалымдары нақты жаңа Бюкнатевич дедік, қалай өсіру керек, қандай фазада не олар. Какие органические удобрения необходимо вносить,
неорганические удобрения имеются, неорганические там суперфосфатные там соединения, органические удобрения, вот, допустим, в мясном скотоводстве, органика, допустим, вот навоз перегной, он где-то на 3-м году его хранения можно использовать. А какие хозяйства даже? За редким исключением, я знаю, Ахаз использует, вот, крестьянское хозяйство, да, они разбрасывают это удобрение до еще осенью еще, разбрасывают по всей площади кормовых пастбищ, и они, там же при разложении азот, а азот это, как говорится, протеин будущий, а он способствует этому ускорению роста, значит, кормовых культур. Вот таким образом питательность повышает кормовых культур. Никто этим, к сожалению, не занимается, потому что, да, значит, ну, навоз, это, он лежит, его надо просто по хозяйству подойти, а вкладываться надо в органику, в неорганику надо вкладываться и улучшать, будем так говорить, плодородие пастбищных сенокосных угодий. Если улучшать путем использования удобрений, да, он, понятное дело, питательность кормов будет выше. Улучшать хамбулармен, түсініп отырсыңдар жаңағы айтып отырғаным. түсінікті. Так, күйге түскен өндіруші бұқаларға қандай азық берген дұрыс? Енді күйге түскен өндіруші бұқаларды именно сол кезеңде біздер деген барынша мүмкіндігінше бағана айтып кеттік қой, норма, азықтандыру нормасы бар деп. Күйге түскен өндіруші бұқаларға да әрбір кезеңге байланысты азықтандыру нормасы бар. Дәл сол кезеңде біздер деген энергияға қажеттілікті барынша мүмкіндігінше арттырып, біз рационға басқа да азық түрлерін, мысалға тамыр түйнекті азықтар болсын, рациондағы қолданылатын азық түрлерін молайтуымыз керек. Рационның қоректілігін арттыруымыз керек. Мысалға, егер шаруашылықта айтып кеттік, жұмыртқа болсын, жаңағы бақчевые культуры дейді, бақша дақылдары қандай түрлері бар, соларды мүмкіндігінше қолдануымыз керек. Сәбіз болсын, ол жаңағы жалпы бақша дақылдары бұл көп кездеспейтін азық түрлеріне жатқызылады. Дегенмен де егер шаруашылық азықтандыруға дұрыс көңіл бөлетін болса, именно сол кезеңде дұрыстап беріп, барлығын толық қамтамасыз ету керек. Ірі азықтар өзінен өзі шырынды азықтарды қосу керек. Шырынды азықтарды жаңағы айтып кеттім, бақша дақылдарын айтып кеттім. Ол тамыр түйнек жемістер, И яйца. жұмыртқа. Сосын дәнді азықтар мен техникалық өндіріс қалдықтарының ішінде кебекті қосуға ұсынамыз. Себебі кебектінде қоректілігі салыстырмалы жоғары болып келеді. Негізі жалпы, мысалға мен фермер болсам, мен кішкене болса да менде түсінік болу үшін мен нормаға назар аударуым керек. Мысалға мен оған арпаны бере берем деп есептейміз да, ол жаңағы менің малым. Он не может, например, на 100 килограмм живой массы корова, допустим, может съедать лишь 2-2 килограмм сухого вещества. Менде мысалға 500 килограммдық сыр болса, ол менде тек қана 12-5 килограмм құрғақ зат жей алады. Мен оған егер 20 килограмм пішен берсем, 20 килограмм пішенде 16 килограмм құрғақ зат. Ол оны жей алмайды. Потому что оның асқазанының физиологиялық сыйымдылығына байланысты сыймайды. Сол үшін әрбір хотя бы зоотехниктер сондай түсінік болу керек. Норма дегеніміз не? Соған нормаға сәйкес рацион құруымыз керек. Мысалға, жаңағы өндіруші бұқалар болсын, сиырлар болсын, төлдер болсын, әрқайсының рационы, әрқайсының нормасы бөлек-бөлек болу керек. Бірақ негізге жаңағы шаруашылықтағы бар азықтарды біз алуымыз керек. Бұл өте маңызды болып келеді. Так, актуально. Пельмени одно из самых актуальных вопросов и самых злободневных, хромаемых.
Ну, кормление, по сути, это первостепенное, что нужно. Ну, как и людям, Да. так и животным. Это первая потребность. Я в свое время был, когда молодым, может, даже это в порядке обсуждения, всегда придавал первостепенное значение вопросам селекции. Селекционной работы. Профессор Дарбаев, доктор наук, вот, мой учитель, он всегда вежливо меня поправлял, что вот с кормлением. Да, действительно, сейчас вот из общих затрат, сейчас Кирилл, наверное, сказал, более 60% от общих затрат приходится на корма. И, конечно, вот сейчас генетический потенциал. Әрбір өзінің генетикалық мүмкіндігі бар, потенциал дейді ғой, мүмкіндігі. Ол қашан ашылады? Ол деген тек қана жақсы азықтандырылғанда ашылады. Оны шамалы азығымен бере берсең де бәрі бірдей болады даже самые лучшие особи, животные, а он не может никак проявить себя, потому что ему не хватает достаточно питательных веществ, чтобы его генетика могла раскрыться. А у того, у которого генетический потенциал низкий, ты его хоть корми, он говорят, не в коня корм, корми ты его хоть с избытком, или не докармливай, все равно останется на том уровне, на котором, как говорится, он и пребывать будет. При плохом проходе и хорошем корме. А выдающиеся потенциалы, они резко проявляют себя только при хорошем корме. Вот сегодня об этом как раз Армен Кирилл сказал. А сейчас вопрос был об использовании случайного периода, да? Да. Вот там сейчас Армен Кирилл сказал, какими кормами. Очень важно. Это для того, чтобы не только повысить активность этих быков, но и качество семени тоже напрямую будет влиять. Вот, допустим, надо бурчевые культуры, там, овощные, морковь, там, яйца и так далее. Ну и надо тоже иметь в виду норму нагрузки. Норма нагрузки не должна превышать 25, если это вольная случка, то на одного быка не более 25 коров. А мы иногда перебарщиваем. И от этого быка к концу случного сезона ничего не остается бедного, хоть выбраковывай его. Поэтому надо это... Если же, значит, ручная служка, то там тоже его, значит, тоже надо использовать в день, не более чем 2 дуплетные садки, все. Потом отдых надо давать. При искусственном семении тоже у него, у быка берут 2 раза, это максимум, 2 раза дуплетные садки семьи, все на этом. Потом быка оставляют на отдых минимум на 24 часа. Потом на следующий день или через 2 дня берут очередное семя. Так, пока вопросов нет. Уважаемые слушатели, задаем вопросы. Может быть, есть еще у кого-то наболевшие темы, которые хотят обсудить сегодня с нами. Берілетін азықтар еттің дәміне әсер етеді ме? Берілетін азықтар еттің дәміне әсер етеді. Так, қазір мен сізге көрсетейін. Сможете переключить? Вы это хотите включить? Поменялось, да? Да. Так, енді еттің дәміне әсер етеді ме? Или такой вопрос. Азықтар еттің дәміне әсер етеді ме? А как же? Напрямую. Напрямую. Органолептический, мына зерттеуде органолептикалық көрсеткіштер көрсетілмеген, дегенмен ұшаның морфологиялық құрамы көрсетілген.
органолептикалық көрсеткіштері мысалға басқа азық түрлерін қосқан уақытта Енді ертеңгі сұрақта, ертеңгі тақырыптағы сұрақтары жаңағы қойып отырған сұрақ. Бірақ енді айтып кетуге болады. Ойласын. мысалға бақша дақылдары болсын, тамыр түнекті жемістілер болсын, оларды рационға қосқан уақытта міндетті түрде еттің жаңағы сапасы артып, жалпы оксипролин, триптофан деген бізде амин қышқылдары бар. Сол жаңағы белково-качественный показатель дейді. Сол көрсеткіш егер бізде салыстырмалы жақсы болған жағдайда, онда жаңағы еттің дәмі де жаңағы сапалық көрсеткіштері бізде толығымен жақсы болады. Енді мен деген мына жердегі рационға тағы бір рет тоқтап кеткім келіп тұр. Жаңа жоғарыда айтып кеттік та, Батыс Қазақстан облысында қалыптасқан бірінші рацион түрі. Бірінші рацион түрі ол жаңа көптеген шаруашылықтар, жаңа товарный шаруашылық, тауарлы шаруашылық қожалықтары болсын, тек қана пішенмен азықтандырады. Сол уақытта олар жаңағы малдың қоректік заттарға қажеттілігін толық қамтамасыз етпейді. Енді кейбір шаруашылықтар, мысалға төлдерге болсын, немесе сиырларға белгілі бір кезеңде ғана пішенге қоса арпа болсын, кейбір шаруашылықтар кебек береді. Сол кебекті қосқан уақытта да олардың қоректілігі жеткіліксіз болып отыр. Мысалға бізде бір азық өлшемінен шаққандағы протеин 67 грамм, бағана едіге почта айтып кетті, нормаға сәйкес бір азық өлшемінен шаққандағы протеин 100-110-115 деңгейінде болу керек. Еттілік көрсеткіштері орташа тәуліктік өсім салыстырмалы жоғары болу үшін біз жақсы нәтижелер алу үшін нормаға сәйкес рациондарымызды жасақтауымыз керек. Енді мына жерде біздің ұсынылған үшінші рацион түрі, оны да қосымша айта кетейін. Бұнда біз деген қанттық қызылшасын қостық. Не үшін қостық? Өйткені жаңағы қанттық протеиндік ара қатынасты дұрыстау мақсатында. Қанттық протеиндік ара қатынасты дұрысталған жағдайда жаңа усвояемость протеині дейді, ол бізде жақсы деңгейге жетіп, жаңағы төлге берілген рационға сәйкес орташа тәуліктік өсімдері артып отырады. Енді осы зерттеулерге сәйкес біз ірі қара малының қоректік қажеттілігі толық қанағаттандырылмайтынын анықтадық. Соған байланысты облыс көлемінде қант және протеин мөлшерін көтеретін азық өндіруді қолға алуды ұсынамыз. Один из примеров ол мысалға люцерна және қант қызылшасын өсіру керек. Сонда біз деген ұсынылған рационды пайдалануды жалғастырып, жаңағы жақсы нәтижелер алып, жаңағы шаруашылық жағдайында рационды нормалап, орташа тәуліктік өсім көрсеткіштерінде жоғары ала аламыз. Мына жерде бізде бірінші, екінші топ тәжірибелік бұқаштар тәжірибеден өтті дедік. Соған байланысты рациондары көрсетіліп тұр. Бізде тағы бір сұрақ келіп тұр екен. Азық өлшемі қазіргі таңда актуальды ма? Жалпы азық өлшемі бізде бұл бұрыннан келе жатқан көрсеткіштердің бірі. Қазіргі уақытта бұны энергетическая кормовая единица деп, сосын в обменных энергиях есептейді. Энергетическая кормовая единица дегеніміз бұл жаңағы екеуінің бірінші айырмашылығына тоқтап кетейін. Мысалға, бір азық өлшемі болатын болса, бұл обменный энергияға айналдырған уақытта где-то 8-ден 12-13 мегаджоульға дейін тең болады. Дәл қазіргі уақытта обменный энергияға шетелдерде, басқа елдерде кормовая единица емес, жаңағы обменный энергия мегаджоульмен бүкіл рациондағы көрсеткіштер сонымен көрсетіледі. Енді мына қосылған протеин, құрғақ зат, алмасу энергиясы
кейбір литератураларда бізде граммен көрсетілсе, мысалға алмасу құрғақ зат килограмм, грамм деп, кейбір нелерде, кейбір әдебиет көздерінде онда процентпен көрсетіліп тұр. Бағана айттық та, азықтың құрамы судан тұрады бөлек, сосын құрғақ заттан тұрады. Құрғақ заттың ішіндегі жаңағы барлық заттарды процентпен береді. Например, бізде деген мысалға пішен алатын болсақ, пішеннің ылғалдылығы мысалға 25% болса, жаңа құрғақ зат мөлшері 75 дейді, 75-дің ішіндегі басқа көрсеткіштері граммен көрсетеді. Ал кейбір литератураларда олай емес, анда процентпен көрсетеді, кейбірлерінде граммен көрсетіледі. Бірақ қалай болса да, мысалға граммен көрсетілген уақытта жаңағы ылғалдылығы 25% болғанда, онда деген құрғақ заттың мөлшері 850, 838, 860 аралығында ауытқиды. Так, енді жалпы егер шаруашылық жағдайында қалай материалдық қаражат жақсы болса емес, енді мүмкіндігінше етті бағыттағы ірі қара малы жалпы мал затратны болса да, дегенмен де жаңағы айтып кеткен минералдық қоспалар, макро-микроэлементтерге деген қажеттілік, витаминдерге деген қажеттіліктерді барынша біз қамтамасыз етуіміз керек. Сонымен қоса концентратты азықтар мүмкіндігінше біз беруіміз керек, чтобы жаңағы малдың генетикалық потенциалын толығырақ айқындау үшін жақсы отбор барлығын жүргізіп, жақсы малдарды алып қаламыз деу үшін біз жаңағы мүмкіндігінше қалай экономдамай барлығын қамтамасыз етуіміз керек. Азықтың сапасын химиялық жолмен қалай анықтаймыз? Жалпы азықтың сапасын анықтаудың бізде әрбір көрсеткішті жеке-жеке анықтаймыз да. Мысалға, кальцийді бөлек әдіспен атомно-абсорбционный метод әрбір көрсеткіш бойынша келдәл болса, например, май, протеин болса, яғни бізде определенный методикалар бар. Біздің лабораторияда әрбір жаңағы азық құрамындағы көрсеткіштер ГОСТқа сәйкес методикамен анықталынады. Азықтың сапасы сонда ГОСТқа сәйкес бөлек-бөлек анықталынады. Сосын жаңағы қолданылатын аппаратқа да байланысты болады. Ірі қараға гидропоника берсем тиімді ма? Осыны өсіруді біз деген где-то бір 3-4 жыл бұрын бір шаруашылықта солай практиковать еткенбіз. Негізі болады, например, қысқы уақытта такой вопрос задали. Ірі қараға гидропоника берсем тиімді ма? Қысқы уақыт. Жоқ, почему нет? Қысқы уақытта енді оның жаңағы ылғалдылығы салыстырмалы жоғары ғой. Енді қоректілігі жағынан кішкене төмендеу болса да, дегенмен ол жаңағы басқа қоректілік заттардан бөлек макро-микроэлементтер дейміз, солар толығымен болады. Сол үшін, лично мое мнение, егер мүмкіндік болса, қысқы уақытта қосымша басқа жаңағы рационға қосымша беруге әбден болады. Ладно, его сколько надо, чтобы обеспечить такой большой программ? Нет, может, позволяет. Или там поголовно может. Это надо же, в тепличных условиях же надо ведь, да? Да. Температуру вычислить надо, чтобы вырасти гидропоник. Мүмкіндік болса, почему нет? Надо посчитать, при этом надо посчитать себестоимость. Во сколько обойдет себестоимость выращивания одной головы. Если это будет, допустим, молодняку давать, если взрослому скоту, то отдельно. То есть себестоимость надо посчитать, потому что у нас таких данных сейчас мы не имеем, но просто то, что можно, это однозначно. А вот и как с экономического зрения, сколько это эффективно, это расчетность. Потом как дополнение берем. Не как основной вид корма, а ну да, как зеленую подкормку, допустим, да? Я как зеленую подкормку. Кста, например. Каротин, но про каротин. Почему нет? Походу задаю вопросы, да? Да, потихонечку задаю. Но сегодня больше всех вопросов. Вчера тоже достаточно много. Да. Все заинтересовало именно.
оценка и испытание. Вот оценка, кормление, барлығы бір-бірімен байланысты ғой негізінде. Барлығы бір-бірінен вытекает. Ертең Еркинғали Азаматович У него уже доращивание. доращивать корм не применил, а просто общий. Ну все равно там по-любому будет элементы кормления. Жалпы қысқаша айтқанда солай. Если шаруашылықтың қалай экономикалық жағдайы көтерсе, мүмкіндігінше жаңағы макро, микроэлементтер, минеральные добавки, кормовые добавки барлығын беру керек. Зато сіздің малыңыздың күйі жақсы болады, генетикалық потенциалы жақсы болады. Сіз жақсы деген подбор жасап, жақсы деген малдарды сақтап қала аласыз. Өндіруші бұқаларға тем более. Пока вопросов нет. На жерде презентацияда уже выводы приведены. Рекомендации в связи с тем, что кормовая единица біздің облыста өте төмен болуына байланысты, жаңағы қосымша концентрат азықтарды беру керек. Сосын қанттық протеиндік қатынасты дұрыстау үшін глюцернмен қант қызылшасын соны өсіріп, соны малға беруді ұсынамыз. Зато емес біздің зерттеу нәтижелері оны нақты дәлелдеп отыр. Біріншіден орташа тәуліктік өсім көтеріледі, қосымша салмақ көтеріледі, қосымша пайда болады. При этом затраты бөлек, шығындардан бөлек сізде қосымша пайда болады. Да, вот сейчас в последние годы становятся актуальным вопросы возделывания кормовых культур на Багаре, потому что вы все знаете, что у нас проблема с водообеспечением, водоснабжением. Вот, и ставится вопрос, как тогда вырастить травы или кормовые культуры без использования воды. Вот как раз это на Багаре, вот, допустим, Суданка. Вот, 2 покоса снимает некоторые хозяйства. Вот. Тот же румикс, вот, К1, это гибридное растение, которое вот сейчас собирается завести Балашах, крестьянский хозяйство Балашах, в Тосканинском районе. А он выдерживает морозы, вот в октябре посадят, он выдерживает морозы свободно до минус 35 градусов. Но мы же посмотрим, она не погибает. И без полива они вырастают на Багаре свободно. Вот. Там сколько урожайность? Где-то около 40 центнеров с гектара, что ли. Я тебе давал задание, да? Нет, лично я думаю, надо посмотреть. Ну вот как раз. Нет, вот как раз в октябре собираются посадить. На сей год посмотрим, какая будет урожайность. Вот для сенажа и силуса хочет, в основном сенаж. И как раз на следующий год можно посмотреть. Молодец. Они уже все, да? Он вот должен поехать. Мне звонил, я не смог ответить. Смотри, он должен поехать, привезти. Если мүмкіндік болса, енді почему нет? Уважаемые слушатели, если есть вопросы, задаем. У нас есть еще время. Да, еще минут 10 есть. Побеседовать с вами на сегодняшнюю тему. Рынку подсоединился, да? Какая рынку? Это Актюбинская область задает вопрос. А вот азық қазіргі уақытта актуалды ма? Вы ответили? Да? Я ответила, можете что-нибудь добавить. Он это кормовая единица, а сейчас мы энергетически айтты, да? Энергетическая. Обменная энергия. Обменная энергия. Айтты, да? Ну понятно. Агроиндустриальный комплекс. Говорим, жақсы өтті, бір жауаптар алдық. Смотри, какие серьезные фирмы вопросы. Это хромобильная. Матвеевич, это Октябрьская область, какая очень мощное хозяйство.
занимается разведением казахского породы и аврикульской породы. Тоже обе отечественные породы. Он не жалеет, высевает у себя на полях церну, на поливе. 3-4 покоса снимает. Эспарцет, суданку. Алдын Бакиевич ему еще рекомендовал высевать сорго, гибридный сорго. Но хороший урожай, его можно использовать как семена, так и растительные части. Семенную часть. Ну, правильно. Қалай вложение жасайды большинство? Извините. Нет. Ты должна сделать какую-то заметку. Уважаемые слушатели, если есть вопросы, задаем. Есть еще пару минут на обсуждение. Да. Завтра последняя, да? Завтра будет последний вебинар. Осының жалғасы ретінде Да, уважаемые слушатели, завтра мы продолжим на сегодняшнее направление, по сегодняшнему направлению мясное скотоводство. Следующая тема по данному направлению – технология доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота мясных пород. Спикер завтрашнего вебинара будет Батыргалиев Еркегале Азаматович. В 15:00, пожалуйста, подключайтесь. Все данные мероприятия мы проводим в рамках реализации бюджетной программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований». Так, спасибо большое Министерству сельского хозяйства и Национальному аграрному научно-образовательному центру за предоставленную возможность проводить такие мероприятия в стенах нашего вуза, так как это очень помогает фермерам, крестьянским хозяйствам в развитии своего бизнеса. Спасибо еще раз. Сегодня у нас выступала Аружан Еркиновна и также помогал нам в нашем выступлении, участвовал, да, Евгений Капович. Спасибо большое, что с нами все эти дни присутствуете, помогаете нам, поддерживаете нас. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Есть еще пару минут ответить. Коп-коп рахмет. Все хорошо. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Надеюсь видеть завтра вас на завтрашнем вебинаре. До свидания. Спасибо, Марина.